Хей, барлықтарыңа сәлеметсіздер, сіздермен бірге бұл мен Бико. Бүгін біз достар, мен айтпақшы қасымда Тико. Ассалаумағалейкум достар. Батырмын ғой оңай сен. Бүгін біз достар кереметтей машина модтарға обзор түсіретін боламыз. Бүгін енді біздің скиніміз көрінбей тұр, күндегіше емес. Бүгін жаңа мен ойынға кіріп жатқан кезде Wi-Fi өшіп қалды да кері қосылады. Менің скинім көрінбей қалады осылай. Жарайды, ол маңызды емес. Ең бастысы біз қазір ойнап сіздерге модтарды көрсетсек болды. Міне мына жақтағы вкладка өтеді. Осында 3 вкладка береді сендерге. 3 мод, бұның барлығы бір-бірінсіз істемейді. 3 модты жазасыңдар. В общем, өздерің түсініп алсаңдар болады. Мод слишком. Оптимизациясы жоғары. Енді біз сондай, в общем, жеңіл модтарды ғана іздейміз. Енді солай, короче. Сонда да ауыр болып жатыр. Мына машиналарды көп қойсаң қатып қалады. Сондықтан міне Тико отыр. Тико айдаса жүрмейді, енді бұрып жатыр міне. Короче, Тикоға неге екенін кешеден бері жүрмей тұр машина. Айдаса жүрмейді машина. Мен айдасам жүреді, міне қазір көрсетейін сендерге. Мен сен қасыңа отырам. Дай отыр ал. Так, тоқтататын үшін қайсысын басады? Так, дөңгелектер енді айналмайды, әдемі болады. Артыңа отырам. Но әдемі жүреді. Мен сен көріп тұрмын. Так, мен сен іштен бүйтіп қарап жүрейін. Ағы отсың Тико, Так, өйстіп артқа қарай басамыз да тоқтатсақ машинаны. Алға. Тоқта шешейін, тоқтамайды ғой. Сосын бүйтіп мына багажниктер, капот ашылады. Барлығын мен көрсетіп жайын, қараңдар мен. Сосын капот жабарда бүйтіп баса бермеңдер, үстін басасыздар. Үстін басасыңдар. Мына жер басылмайды оның. Мына жер басылмайды, мына жоғарынан бүйтіп мына жерінен басасыңдар. Есіктен де мына жерін ғана басасыңдар. Әйтпесе мына жерлерден уже ашылмайды ол. Тек мынандай өзінің ашатын, шынайы өмірде ашатын бар ғой. Содан басасыңдар енді, короче, осылай. Мен мына жерге енді 2 кнопка қойдым. Сол үшін менде кішкене жүріп кетіп жатыр алға қарай. Багажникті солай. В общем, осындай керемет жасалған мод. Еще мында, короче, ЗИЛ бар. ЗИЛ ауылдықтар түсінеді. Мында ЗИЛ, гелик бар, КамАЗдар бар, неше түрлі мынамен. В общем, видео түсірсең кайф кетеді. Мен енді кішкене FPS түсіп кетеді. Қазір 100-де тұр. Негізі менде 200 FPS ұстайды. Но бірақ мод салғаннан кейін 150-ге түседі. Мына модтардан машинаны қайта қоя берсең FPS түседі. Геликтің артын басып шығарасың. Мынаны қараңдар, геликтің арты ашылады. Короче, қойылған машиналарды сындырып тастасың. Ана бір Жигулиді алып тастамын. Осы ключпен сындырасыздар. Сосын мынандай ключ аласыңдар. Мына ключті алып, осылай, короче, арғы shift'ті басып, сындыратынды басып қаласыңдар. Болды сынады. Және мынандай КамАЗ күтеді. Барлығын сындырып таста. Мен қазір нені қойып тастайын? КамАЗды қояйын міне. Енді, короче, айтарым достар, машинаны толтырып қоя бермеңдер, өйткені FPS қатты жейді. Бірден 20 FPS-тер жеп. 20 FPS-ті жеп тастау. 20 FPS жеп тастайды. Так, мінуге болады. Әп-әдемі ішінде міне. Қараш. Төменге қараш. Ұйықта тұрғандай аз. Мен ұйықтасам. Ана прикол есіме түсіп кеттім, мен ұйықтасам деген. Так, мынандай арты ашылатын еді ғой, міне. Арты ашылады. Шыққан! Мұзылмадың? Астындағы қойың сен shift басып түсіп кетсейші. Жердің астынан шығып кеттің ба? Ұйықтасам деп білкім кетті. Так, осындай моторлар бар. Мен ұйықтасам бітірім. Бірдеңе екі жұмыртқа қақса кетеді. Кім түсінді, короче, сол түсінді ғой. Так, осылай КамАЗ, содан кейін КамАЗдың ішін айттек. Жигули, дрифта айтеті көп атынаумен. Бірінші есікті ашасыңдар, содан кейін барып отырасыңдар. Ұшындай деп қой, сапалы мод, короче, еткен. Дрифта айтеті күнде қатты. Так, қазір дрифта айтеті көрейінші мен. F1-мен қарайым сен. Давай. Дрифт айтып жатырмын. Дрифт жемен кетіреді екен. Көріп жатқандар кәм. Мұнан көріп тұрғандар кәм. Таңғалып жатқан шығар. Жарайды, FPS түсіре бермейік. Так, мына машинаны алып. Менде жемен FPS түсір жүрдің сен. Менде де шамал түсті менде бірақ. Короче, солай. Мына жақта енді сендерге осындай, короче, машина берілді, көрдіңдер ма? Енді сендерде мынандай бар, мына жерлерде тағы машиналар. Бензин құя аласыңдар. Бензин құя аласыңдар, бірақ біз бұл модты әлі
дұрыстап тұрып тексерген жоқпыз. Сендер автордың сөздерін барлығын оқып асықпай қолданыңдар модты. Біз бір подписчигіміз жазыпты, короче, тағы да машина модтарға обзор түсірші деп, и сол үшін түсіріп отырмық. Зилдың артына ағаш салынады. Короче, осы еще зилдың артына ағаш салынады. Қарапайым дуб салынбайды, бірақ мынандай дуб салынатын сияқты тек қана. Қарапайым дуб салынбайды ғой да? Салынбайды. Қарапайым дуб емес, осындай дуб саласыңдар. Короче, айтқанда осылай болды. Достар, айтпақшы, видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліңдер. Сендер үшін осы видеоны жасап жатыр. Короче, айтқанда. Менде енді, короче, қазір кең көрініп алды. Міне, короче, зилкам шынайы өмірдегідей. Так, достар, короче, мына зил, в общем, короче, өздерің көріп аласыңдар. Мына жақтағы машиналарды біз өңдей алмадық, бар ғой. Затқа келін. Мына жақта бушкелер ма, бірдеңелер бар осы жақта. Енді тексеріп алыңдар. Біз дейтін тек машиналарын көрсетіп жатыр. Көп күн видео шықпай қалғасын біз асығып тұрып түсірдік, солай мынандай декорация заттар бар. Осындай декорация заттар ма, осындай бірдеңелер бар. Сосын мынандай дөңгелек бар, қазір есімде көрсетем. FPS түсіріп әтсің сен деген кәдімгідей ғой. Менде қазір 80 FPS түсіп әтір. Машина маған ұнап қалдылар ғой. Әдемі екен да шынымен. Так, осындай, короче, мынандай декорация. Жоқ, мынандайлар да бар, декорация. Міне, осындайлар бар. Сосын мынандай телефон бар. Короче, звондайсың, анау деген сияқты. Бірақ ішіне кіре алмайсың, неге екенін былай үстіне мүлк кете салады. Бір блоктың текстурасы. Мына жерде негізі бір блок тұрады, андай үстіне қарасаң сынбайды, мынау астынан сындырасыңдар, өйткені мына жер текстура андай жасыл. Ядроның суреттері ме? Ядро емес, ол бір ютубердің эмблемасы деген сияқты. Әлде ядро екен ғой да, ядро. Так, машиналарды сындырып тастасаң, артық машиналардың мына дөңгелек ұстасаңдар, осылай дөңгелектер сал дейді, машина өзі көтеріліп кетеді жоғары қарай кішкене. Так, осылай саласыңдар. Болды. Мына жерге айтпақшы тағы бір-бірден салуға болады. Отырғышын сындырып алдым. Так, қазір көрсетіп жіберейінші. Ой, жарайды, болды. Короче, осылай. Мен арғы жағын дөңгелегін салдым ба? Жоқ, салмаппын, нені салдым. Короче, осыға мотор сал дейді, анау мынау дейді. Бәрін сал дейді. Бәрін саласың, и оңдеп алып машинаны айдайсың. Мыналарды енді мен түсінбедім. Барлығын өзің жасап аласың. Короче, айтқанда осындай ойбай сообщение келіп қалдым. Осындай тағы саған 2 кітапша ма бірдеңе береді. Осындай тағы бір жұмыс жасайтын тағы үстелдері береді. Сен барлық машиналарды алып тасташы, менде FPS түсіріп жатыр олар деген. Короче, енді телефон білесіңдер, сондықтан менде көп FPS түсіп кетеді, тез FPS түсіп кетеді. FPS, короче, солай. Енді мен телефон қатты мықты болмағандықтан мен енді сол FPS пен менде жұмыстар көп. Оптимизация жасай алмай жатыр мойынға осы күнде, бірақ Pajov Launcher білесіңдер ең жоғары оптимизациядағы телефондағы лаунчер, сондықтан Pajov Launcher мен смело ойнайсың, қатпай. Короче, айтқандай, сол, короче, осындай тағы бір заттар берді. Бұларды қалай пайдаланып көрсетемін, енді өзім де білмеймін, дұрыс түсініп аламыз қазір бәріміз бірге. Так, осындай тағы бірдеңе. Біз негізі модтарды зерттеп алып, тағы жұмыс жасайтын едік. Бізде модтарды зерттеуге вообще уақыт болған жоқ, достар. Енді, короче, сол ютубтан да қараған жоқ. Сразу жазып алдық, сразу жұмыс қой, короче, айтқанда. Мына бензин сияқты. Бұл мен машина бензин құюға болатын шығар. Бағана декорацияларымыз. Короче, осылай. Так. Осылай етіп алып тек. Достар, сендер арнаға лайк басып тіркеле беріңдер, короче, айтқанда подписациядан қызыл кнопканы басып. Ойбай, сен күніңіз қылшы. Так, біз мынаны кірейік. Мынау кірілмей ма не? Кіріледі екен. Так, достар, енді осындай заттар жасауға болады екен ішінен. Так, достар, короче, жаңа дейтін байқамай видео қолым тиіп кетті, неге? Паузаға. Паузаға қолым тиіп кетті. Паузаға емес, видеоны өшіріп алдым, кері қосып жатырмын, короче, айтқанда. Сол. Жаңағы видеоны, короче, өшіретін, короче, менде Redmi болғандықтан видеозапись мына жерде шығып тұрады, сендерге көрінбейді ол. Мен мысалы басып қалсам, сол өшіп қалады, сразу болды. Соған байқамай қолым тиіп кетті, сендерге көрінбейді ол, маған ғана көрінеді. Короче, соған қолым. Короче, соған қолым тиіп кетті, үшін видеозапись өшіп қалды, бірақ болды, нормально осы. Енді, короче, осындай зат, мынадан оқтарма бірден жасайсыңдар. Мынадан вертолеттердің, короче, осындай айналатындарын жасайсыңдар, оны барлығын тексеріп алыңдар өздерің. Керемет мод, енді, в общем, айта алмадым енді.
компьютердің моды ғой, не десе де, короче, айтқанда ПК-ларыңа ғана жазасыңдар, телефонға жаза алмайсыңдар. Ол МКП немесе ол Майнкрафт P-дегі емес, ол жай ғана ол мен ПК-мен ойнап отыр. Короче, ПК-ға ғана жазасыңдар, бұл Майнкрафттың ПК версиясына арналған, короче, Java версиясына. Енді оны қалай жазады десеңдер, ол менде арнада 2 видео бар. Бір видеода енді сендер Java-ға жазуды түсінбей қалыпсыңдар. Мен барлығын оқыдым, достар, оқымады, анау мынау деп ойламаңдар. Мен оқыдым, түсірем жақында. Мен оқыдым және шоқыдым. Короче, сендер үшін видео түсірем тағы да. Сол видеоны қайталап, екінші рет түсірем. Сондықтан сендер лайк басып, арнаға тіркеліп, қазірден бастап, короче, жаза беріңдер. Мен енді сол, короче, видео түсірем. Осымен видеоны ат деген ойдамын. Видеоны аса лайк басып, арнаға тіркеліңдер. Так, достар, осымен біздің видео аяқталды. Видеоны аса лайк басып, арнаға тіркеліңдер. Короче, лайктарыңды аямаңдар. Короче, біз 300 подписчикке тезірек жетіп алайық. Ал ендеше, давайте.